Сәлеметсіздер ме қыздар? Бүгін міне сіздермен жасыл түсті шпинатпен жасалған бисквиттің түрімен бөлісемін. Ол үшін бізге шпинатты тазалап жуып, алдын ала жуып 1 сағаттай суын ағызып қойған шпинатымызды осылай салфеткамен құрғатамыз. Салфеткамен құрғатып жатқан кезде сабағын менен жапырағын бөлек-бөлек аламыз. Бізге сабағы керек емес, тек жапырағы. Әдемі, балғын, сондай солып қалмаған түрлері керек бізге. Енді түсті шығару үшін, жасыл түсті шығару үшін бізге шпинаттың құрғақ болуы керек, таза жуылған болуы керек. Мен шпинатты өлшеген жоқпын. Өзіме ұнағандықтан көп мөлшерде алдым. Сіздер өз қалауларыңызға қарайсыздар. Қосымша петрушка деген нәрселер қоссаңыздар болады. Мен тек шпинатпен істеп жатырмын. Шпинатты әбден құрғатып болғаннан кейін блендермен айналдыру үшін майдалап турап блендерімізге саламыз. Блендеріміздің ыдысы да құрғақ болу керек. Шпинаттар турап салғаннан кейін сұйықтық қосамыз. Сұйықтық бізде сүт 90 грамм болу керек. 95 грамм алсаңыз болады. Өйткені сүзіп жатқан кезде сіздің бокалыңыз да құрғақ болады. Онда қолданатын менің марлым да құрғақ. Марлы құрғақ болғандықтан оған азғантай сүттің мөлшері, сұйықтықтың мөлшері азайып қалуы мүмкін. Сондықтан 95 грамм қоссаңыздар болады. Мынау блендерлеп жатқан кезде азғантай уақыт 5 минуттай, 15 минуттай демалдырасыз бөлек алып. 1-2 минут айналдырғасын демалдырып қайта қосасыз. Сол кезде сізге керекті түс шығады. Дайын болған шпинатымызды бокалға марлы арқылы сүзіп қоямыз. Марлыңыз да бокалыңыз да бұл жерде құрғақ болу керек, қыздар. Ол маңызды. Үй жағдайында дайындап алу, осылай бояусыз, осылай жасау үшін осылай дайындап қоямыз. Бірінші шпинатты дайындаймыз. Сосын бізге керекті мөлшердегі сұйық май бізге 60 грамм керек. Одан кейін бізде қант 180 грамм. 180 грамм қантты өлшеп қоямыз. Енді кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал 5 немесе 7 грамм. Одан көп қажет емес. Ең көп дегенде 7 грамм. Одан өзіңіздің үйіңізде қандай ұнды қолданасыз, сол ұнды осылай ситадан өткізіп 240 грамм өлшеп аласыз. Мен 50 гилалық ұнның бірінші сортын қолданып жатырмын. Өзіңіздің қалауыңызға қарай высший сорт па, бірінші сорт па. 240 грамм болу керек ұнымыз. Бәрін өлшеп дайындап болғаннан кейін мен 6 жұмыртқа алдым. Домашний жұмыртқаның белок пен желтокты бөлек алдым және аздап тұз қосып жібердім. Жұмыртқаны белок пен желтокты бөлген кезімізде міндетті түрде ыдысымыз құрғақ болу керек. Жұмыртқаның сарысын жарып алмай бөліп аламыз. Аққа сары, сарыға ақты араластырмаймыз. Сарыға аздап ақ кетуге болады. Және де ең маңыздысы бұл бисквитті дайындаған кездегі құпиясы десем де болады. Миксерлеп жатқан кезімізде скорості
көтермейміз, және де қантты белокқа 2 бөліп қосамыз. Миксерді жаңағы скоростын көтермей, асықпай араластырасыздар. Бисквиттің жақсы көтерілуіне осы жасап жатқанымыз өзінің әсерін тигізеді. Жақсы көтеріліп шығу үшін жан-жағын жинаймыз. Белокта әбден ыдысты төңкерген кезде құламайтындай, жаңа қозғалмай, ондай дайын болған кезіне дейін осылай араластырамыз. Скоростты көтермейміз. Скоростты көтермей араластырғаннан кейін белогымыз дайын болғанда кукурузный крахмалды қосып әбден араластырып жібереміз онда. Белок дайын бізде. Енді жылтыққа аздап қант қосамыз. Қыздар, барлығына 180 грамм қантымызды 3-ке бөліп жартысын аққа, жартысын сарыға. Сарыда міне дәл осындай түс шығу керек. Дәл осындай түске енгенде ол дайын болды деген сөз. Сосын белок пен жылтықты араластырамыз. Белок пен жылтықты араластырып жатқан кезде астынан үстіне көтереміз. Дәл осы белокты дайындап жатқан кезімізде пешімізді 150 градуста қыздырып қоюға қоса саламыз. Әсел пеш болсын, духовка болсын, бізде жетеді сол 150 градус. 180 градусқа көтерудің керек жоқ. Беті әдемі болып күймей пісу үшін 150 градус жетеді. Міне шпинат пен сүтімді өлшеп қосып алдым. Оған сұйық май қостым, және де ұн. Аздап лимонның соғын сығып қостым. Басқа лимондар болмайды. Ана ыдыстардағы приправа сияқты түрлері. Именно лимонды сығып осындай соқты қосыңыздар. Міне бізде жасыл түс шықты. Жасыл түс шыққаннан кейін бізге астынан үстіне көтеріп араластыруымыз керек. Араластырып жатқан кезімізде жап-жасыл болып осылай шығады. Енді менде силиконды ыдысқа осыны әдемілеп жайғастырып аламын. Сосын 150 градуста қызып тұрған пешіме салып аламын. Пешіңіз 150 градуста қызып тұру керек. Силиконды ыдысты әдемілеп реттеп пешке салғаннан кейін сізде 40 минут пештің аузын ашпайсыз. Міне дәл осындай көтеріліп шығады. Бұны мен 3-ке бөліп, өзімнің қажетті затыма қолданам енді. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп алыңыздар. Өзімнің осындай рецепттерімен бөлісетін боламын.